Солтүстік Кореядан ең ақылға қонбайтын қашу әрекеті қандай? 2017 жылы 6 ақпанда Пак Хён У және оның әкесі Солтүстік Кореяның Хамгён-Пукто провинциясындағы үйлерінен бөлек шығып кетті. Олар Туман өзенінің маңында жолығып, бірнеше жыл бұрын қашып кеткен әпкесімен кездесіп, Қытайдағы қауіпсіз үйге жетті. Қытайда болғандықтан олар ұсталып қалса, Солтүстік Кореяға кері қайтарылу қаупіне тап болды. Олардың жоспары Таиландқа дейін жетіп, Оңтүстік Кореяға депортациялану. Қауіпсіз үйден олар жасырын түрде бірнеше пойыздарға отырып Бейжіңге жетті. Содан кейін оңтүстік Куньмин қаласына дейін автобустармен сапар шекті. Куньмин қаласына жеткенде оларды полиция байқап қалды. Бірақ олар сәтті қашып кетіп, дегенмен бір-бірінен айырылып қалды. Ақырында Пак Лаостың шекарасынан өтіп, Меконг өзенін кесіп, Таиландқа жетіп, Оңтүстік Кореяға депортацияланды. Оның әкесі Лаос шекарасынан өтпекші болғанда ұсталып қалып, қуанышына орай 2018 жылдың тамызында Қытай оны Оңтүстік Кореяға босатты.